диализге барады, аптасына 3 рет барады, креатиндер көтеріліп кеткен, соларға мықты ем болып жатыр. Даже креатин, неден, диализден шығып жатқан адамдар да бар. Енді бұл басқа елдердің күріштері жарамайды. Бақанастың күрішінде диоксид мөлшері 60% бар. Басқа елдердің күрішінде 10-15%, содан аспайды. Енді диоксидке жетіспесе, ардаған не болады? Біріншіден қан тамыр жарылғыш болады, эластичность жоғалтады, жарылғыш болады, содан инсульт, инфаркт болады, содан Құдай сақтасын. Екінші сахар диабет, бүйрек, бауыр аурулары, әйел еркектердің аурулары, кишечный аурулар, бүткіл аурулар, аутоиммунный аурулар, анемия, лейкоз да болады, аяқ жағы онкология, рак қалып келеді. Соның бәріне мықты ем. Содан кейін бар екінші бауырдың проблемалары, цирроз печени, гепатиттің барлық түрі, аллергия пищевая сезонная, зоб